Балам, Алматы қаласында білім ал, жоғарғы оқуға түсіп, Алматы қаласында тұрақтап қал. Болашақ жарыңды Омархан қожа әулиенің ұлы Өтепхан қожаның қызынан алып, отбасын құр. Өтепхан атаның қызы, қара көз сұлу, осы екен ғой. Маған отбасы құруға ерте. Мен оқимын. Әлі отбасы құруға дайын емеспін. Жүрегінде иманы мен ашуының қайтуы бар ару екен. Осы қызды аламын. Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім тіл қатып, махаббатты сезіну, сөйлетпейтін бір бақыт. Сол бақытпен күн кешу, айлы түнде тілдесу, екі жүрек екі әлем, бір ғаламда үндесу. Махаббат деген екі жүрек бір ғалам, құшағы жақын, ал сағыныш мың қадам. Алтын қасықтай ұлымды саған тапсырдым. Бір тал шашына жауап бересің. Баламның Алла берген балаларын өмірге әкеліп, сүйікті жары бол айналайын. Бауырым, үлкен қадам жасап жатырсың. Болашағыңнан үмітім зор менің. Артыңнан ерген бауырларыңа қамқор болуың керек. Сондықтан сүрінбей, қателікке бой алдырмай еңбек ет. Апа, аға, әкеміздің орнын жоқтатпай қамқорлық көрсеткеніңізге рахмет. Аман болсам, үміттеріңізді ақтаймын. Жаным өмірдің ащысы мен тұщысы болады. Соған шыдап, менің анама, бауырларыма құрмет көрсетсең, бірге жарқын болашаққа жетеміз. Екі жүрек бір ғалам, құшағы жақын. Әкеміз 4 баланың асқар тауы, 7 немеренің ардақты атасы. Үлкен қызы Айнұр әділдік жолында қызмет ететін судья. Екінші ұлы Дінмұхамед, халықаралық заңгер, Қытай компанияларымен жұмыс істейді, өндіріспен айналысады. Үшінші ұлы Сабырхан, кәсіби адвокат, адам құқықтарының қорғалуына еңбек етеді. Кенже қызы Балнұр, эндокринолог дәрігер, PhD докторы, доцент. Қазіргі кезде Америка құрама штаттарында білімін жетілдіруде. Үлкен немересі Пердекожна Тасним, журналистика мамандығын таңдап, мақалалар жазу арқылы атасының атын ерге танытып жүрген Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 2-ші курс студенті. Екі жүрек бір ғалам, құшағы жақын. Әрбір мықты ер азаматтың артында нәзік жанды әйел тұрады. Махаббат деген мың сұрақпен бір бақыт. Мен саған ризамын, жан жарым, қара көзім.